Саламатсыздар ме балалар? Сабақтың тақырыбы мұхит аралды көреміз. Сабақтың мақсаты цель урока. Мұхит арал туралы айта білу, осы тақырып төңірегінде сөйлесу, және осы сабақта жаңа сөздерді меңгеру. Жаңа сөздер, новые слова. Мұхит арал, океанариум, балық, рыба, тасбақа, черепаха, көреміз, посмотрим, енді, теперь. Екінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Слушай, повторяй. Тасбақа, балық, мұхит арал. Маған мұхит арал ұнайды. Мұхит аралда балық көп. Мынау үлкен тасбақа. Енді балық көреміз. Оқылым. Әке, енді мұхит аралға барамыз ба? Жарайды балам, барамыз. Әке, мынау не? Бұл тасбақа. Әке, мынау қандай үлкен балық? Я, балам, енді кірпі балықты көреміз. Жазылым. Суретке қарап, сөйлемді аяқтап жаз. Посмотри на рисунки и докончи предложение. Бесінші тапсырма. Думанда. Думанда өте қызық. Мен ертең думанға барамын. Мұхит аралда балық көп. Үйге балалар, үйге тапсырма. Жазу дәптері, 4-ші жазу дәптері, 36-шы бетті толтырасыздар. Сау болыңдар, сәттілік тілеймін.